Мен Самал Сапарғалиевна Аққу бөбекжайының тәрбиешісімін. Біз экологиялық ойыншықты қызым Айзеремен бірге жасадық. Айзере сонымен қатар Айгөлек ересек тобының тәрбиеленушісі. Біздің эко-ойыншығымыздың атауы эко-мұнара. Біз эко-мұнараны жасамас бұрын қажетті құрал-жабдықтарды дайындап алдық. Біз картон қораптан диаметрі әртүрлі 3 дөңгелек сызып қиып алдық. Бізге сонымен қатар түрлі түсті жылтыр жапсырылатын қағаздар, түстері әртүрлі пластик бөтелкені қақпақтары керек. Біз осы қақпақтардың ақ, қызыл, жасыл, көк, сары, күлгін, тоқсары түстерінен 5 данадан алдық. Және бізге әуе пластилиндері қажет. Біз оларды қақпақтардың түстеріне сәйкестендіріп алдық. Және сонымен қатар қайшы, ыстық желім және пластикалық түтікше қажет. Ең алдымен Айзере екеуміз әуе пластилиндерінен кішкентай шарлар жасап, оларды кептіріп алдық. Содан кейін пластик түтікшені кішкене қорапшаның ортасына ыстық желімнің көмегімен мықтап орналастырдым. Және Айзереге ыстық желімді тек ересек адамдардың көмегімен пайдалану керектігін ескерттім. Жасыл түсті жылтыр қағазды алдын ала дайындап қойған диаметрі әртүрлі 3 дөңгелектің көлемінде қиып алдық. Оларды картоннан қиылған дөңгелектер әдемі әрі сәнді болу үшін үстіне жабыстырдық. Осыдан кейін түрлі түсті қақпақтарды ыстық желімнің көмегімен осы дөңгелектердің үстіне әдемілеп қатарлап жабыстырып шықтым. Ал Айзере болса қақпақтарды беріп көмектесіп отырды. Және де ыстық желімді ересектер ғана қолданатынын естен шығармағанын айтты. Осылай 3 дөңгелекке қақпақтарды орналастырғаннан кейін дөңгелек ортасына түтікшеге кірілетіндей қылып тесіп алдық. Диаметрі ең үлкен дөңгелектен бастап осы суреттегідей етіп орналастыра бастадық. Айзере екеуміз мұнарамызды әдемі және ұқыпты жасауға тырыстық. Менің ойымша өте әдемі шықты. Ал осымен біздің Айзере екеуміздің жасаған эко-мұнарамыз дайын болды. Бұл ойынның мақсаты балалардың түстерді тануға және сәйкестендіру қабілетін дамыту, ұсақ қол моторикасын жетілдіру және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Міндеті түстерді ажырату және топтастыруға үйрету, баланың қол моторикасын дамыту, ойлау мен зейінін жетілдіру. Ойынның тәртібі қазіргі жаңа технологияларды қолдана отырып, интернет желісіндегі түстер генераторы қосымшасын пайдалануға болады. Немесе тәрбиешінің көмегімен айтылған түстеріне сәйкес шарларды балмұздақ ағашынан жасалған қысқыштармен алып, сол түске сәйкес қақпаққа салады. Ойынды қиындату үшін жылдамдыққа тапсырманы орындауға болады. Мысалы, 1 минут ішінде қанша түсті сәйкестендіруге болады екен. Осы ойынды жалғыз бала өзі ойнай алады. Немесе 2 бала, немесе одан да көп топпен ойнауға кеңес береміз. Табиғатты қорғаймыз, жасыл әлем орнайды, қайта өңдеп жинаған эко-мұнара толғайды. Қақпақтар мен қораптан құрастырдық біз оны, балаларға үйретер жерді сүю бар қолды. Әр қабаты тазалық, жерге деген ізгілік, эко-мұнара шақырар таза өмір бірлікке. Биік өссін мұнарам, армандармен толатын, кішкентайдан басталар табиғатты қорғау күн.